Айжанмын, мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын. Негізі бұл мектеп туралы біз интернеттен көргенбіз. Содан кейін маған ата-аналарым айтты, мен келістім, және де осы зерделі онлайн мектебінде оқыдым. Низм школасы ұнайды. Басқа мектептерден айырмашылығы ол техника, класстары үлкенірек, техника оборудование бар. Ол жақта өте көп клубтар, кружоктар бар. Мысалы, гончарное искусство, футбол, баскетбол, волейбол. Біз зерделі онлайнды таңдадық, себебі маған ол ыңғайлы болды. Мен сабақтан кейін өздерім жұмысым бар, және де үй жұмысы бар, әртүрлі кружоктар бар, сол үшін маған офлайн ыңғайлы емес болды, және де онлайн таңдадық. Біріншінде мен көптеген есептерді білмедім, олардың әртүрлі тәсілдері болғанын білмедім, және де ағылшын тілінде жоғарылаттым. Бірінші мен келгенде орташа деңгейде болды, ал шыққанда мен орташадан жоғарылағы деңгейде болдым. Негізі Низм мектебіне түсу үшін 1500 балл алу керек, мен соның ішінен 1270 балл алдым. Математикадан 400 балл алу керек еді, бірақ мен 365 балл алдым. Математикалық сауаттылықта біз 300 балл алуымыз керек еді, мен 270 алдым. Логикалық есептер болды. Мен мектепте зерделіде дайындалмай, мектепте дайындалсам, мен түспей қалуым мүмкін еді. Біз айлық тест тапсырдық, олар маған өте көмектесті, себебі олар сәйкес болды. Кейбір кезде сол мәтін, бірақ кішкене өзгертілген болған. Негізі мен ништа түскенде қиын болады деп ойладым, себебі зерделіде қиын тесттер болды, бірақ келгенде оңайырақ болды. Зерделінің тесттерден қарағанда ништа экзаменда ол сұрақтар оңайырақ болды, қайталанды, сол үшін мен жауабын білдім. Біріншіде мен өте қобалжыдым, түспей қалам деп ойладым, бірақ мен қазір оқып жүрген оқушыларға айтамын, кеңес беремін, экзамен кезінде қобалжуға керек емес, ол жерде оңай болуы мүмкін, қайталануы мүмкін сұрақтар, және де 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын дайындалған дұрыс. Сол кезде сіздер көп ақпарат жинай аласыздар, дайындаласыздар. Сіз өзіңіз оқысаңыз, дайындалсаңыз, сіз өзің қателеріңізді көрмейсіз. Ал зерделіде дайындалсаңыз, мұғалімдер сізге қателеріңізді көрсетеді және дұрыстауға көмектеседі.